Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті елбасының кітапханасы оқу-ағарту ісімен, ғылыми зерттеу жұмыстарымен айналысады. Пайдалы дәрістер оқиды. Ал соңғы 2 жыл елбасы мақаласын негізге ала отырып, мемлекеттік саясаттың тармақтарына түсіндіру жасап келеді. Биыл жұмыс форматы өзгеріп, жылжымалы ғылыми ағартушылық жоба негізінде рухани жаңғыру болашаққа бастар жол семинар-тренингі әр облыс бойынша өткізілуде. Жаңа үлгідегі оқу-ағарту ісі алғаш болып Павлодарда бастау алды. Елбасының жүргізіп жатқан саясатының негіздерін түсіндіру және құжаттарды түсіндіру. Мысалы, рухани жаңғыру деген мақаласы шықты, сәуірде 2 жыл болады. Оны көп адамдар естіді, бірақ оны қаншалықты түсініп жатыр, қаншалықты жетіп жатыр халыққа. Біздің негізгі мақсатымыз осы, мысалы, мұғалімдардың қамтитын аумағы бізден де көп. Мысалы, біз мұғалімдарға түсіндіріп берсек, олар ары қарай алып кетеді, ары қарай балаларға таратады. Семинары тренингте 2 сағат дәріс, 2 сағат тренинг өткізіледі. Профессорлар дәріс оқыса, әдіскерлер өз жұмысыңды тиімді атқаруға үйретеді. Мәселен, бүгінгі оқу мұғалімдер мен оқытушылардың жастарға болашақ мамандығын дұрыс таңдауға қалай көмектесуге болатыны туралы болды. Сен өзіңді бәсекелестікке дайын болу үшін не істеуің керек? Жұмыс таңдағанда, жолыңды таңдағанда, немесе кәсіпті таңдағанда, сонда оқуды таңдағанда қандай іс-әрекет жасауың керек? Немесе өзіңе жауапкершілікті алу керек қалай? Немесе жобаларды ұйымдастыруда қандай қасиеттер болу керек? Сондай нәрселерді біз студенттерге үйретеміз. Елбасы мақаласы аясында талай істер атқарылды. Мәселен, әр аймақ бойынша рухани жаңғыру офистері ашылды. Қазақстанның киелі жерлері бағдарламасы негізінде республика деңгейінде 100 жерді туристік нысанға айналдыру қолға алынды. 100 жаңа есім аясында 2017 жылы көптеген белгілі тұлғалар халыққа танылды. Павлодарлықтардың айтуынша, жылжымалы ғылыми ағартушылық жобаның да берері көп. Өте ризамыз. Біздің шақыруды қабылдап келіп отыр. Биыл бірінші рет алғашқы қадам 19 жылы. Бірақ осы елбасының кітапханасымен жұмысты біз былтыр бастадық. Атырауда болған конференцияға қатыстық және күзде Астанада осы елбасының кітапханасы ұйымдастырған конференцияға біз де белсенді түрде қатыстық. Өзіміздің мұражайдың жұмысын көрсеттік, педагог мұражайы деген. Биыл рухани жаңғыру болашаққа бастар жол семинар тренингі Павлодар облысынан тыс, Солтүстік Қазақстан облысы, Шығыс Қазақстан облысы және Қарағанды облыстарында да өткізілетін болады. Гүлден Төлеген, Анатолий Классин, ертіс ақпарат.